бірге линза тағамыз. Жалпы линзаны мен 2 апта бұрын примерно алған болатынмын. Негізінде мен линза алуды мүлде жоспарламағанмын, бірақ іште қаладым. Бірақ нақты алам деп мақсат қоймаған едім да. И оптикаға барып, негізінде мен оправа алуға оптикаға барған, бірақ та өзіме ұнайтын оправаны таппағасын, неге линза алмасқа деп линзаны көрдім. Сол баға, бірақ та линзаны сен 2 ай сайын ауыстырып отырасың, себебі оның срогы бар. Мысалға бір пар линзаны сен 2 апта ғана кие аласың, минимумда, максимум 1 айда бар. Линза киген шынымен де өте күшті. Кәдімгідей өзіңнің көзің сияқты барлық өмірді анық көресің, очкисіз, поэтому алғаныма өкінбеймін, бірақ та егер де дұрыс таза қолмен тақпасаң, онда көзіңе жаңағы инфекция шығуы мүмкін. Мысалға мен дұрыс тақпағанның әсерінен кеше көзім қызарып, ісіп кеттім. Ең алғашында окулиспен біз әрең таққанбыз. Қазір маған тағу қиын емес. Қазір мен универге барам. Бүгін менде 2 пара, ағылшын және математика. Одан кейін универден соң, наверное, шопинг жасауға баратын шығармын, подругаммен киім қараймын. Ары-бері уақыт өткіземіз, сөйтіп кешке ауыз ашамыз, сөйтіп уақыт өткіземіз. Бүгінге план осындай. Еще, наверное, фитнесқа барам, кітап оқимын, жұмыстарымды жасап тастаймын. Кешегі ауырып жатқан Аржанға мен мүлде ұқсамаймын. Менің бүгінгі аутфитім осындай. Бірінші сабаққа кешіктім. Уже кірсем де бәрібір НК қояды, потому что 10 минуттан көп кешіксең, онда НК қояды. Поэтому сабаққа бәрібір қатысқаннан пайда жоқ. Сол себептен фитнеске баратын шығармын. Сосын менде матем. Сосын менде 12-де матем, ал қазір сағат 10:30. Короче, сендерге фейл айтайын ба? Мен енді сабаққа енді үлгермедім ғой. Сосын фитнеске барайын деген 1 сағат менде уақыт бар. Фитнеске барайын десем, не паспортым жоқ, не ID картам жоқ. Ал екеуі болмаса, онда кіргізбейді. То есть карточка беруіміз керек оларға. Енді отырым. Енді менде 12-ге дейін окно. Атриумда отырым. Компьютердің алдында отырып ағам. Бүгінгі күн прям бір түрлі өтіп жатыр. Короче, мен бүгін 2 сабақ деп ойладым. Жандан бері айтып жатырмын, менде 2 сабақ деп. Сөйтсем, менде 1 сабақ екен. И мен сол 2 сабақты күтіп жүрмін да. Сөйтсем 2 сабақ бүгін жоқ екен. Бүгін понедельник екен, ұмытып кеткем ол. Кестеге қарамағам. Бүгін то есть тек қана 1 сабақта, ал мен әлі универде просто так жүрмін. 2 сабақты күтіп. Кейін расписанияны кейін қарағасын ғана түсіндім. Фитнеске де бармадым, сабаққа да үлгермедім, 2 сабаққа да қатыспадым. Универде просто так ары-бері жүрмін, если честно. И көзімді қайттан қызарып жатыр. Көп телефон қарап қойдым, көп кітап оқып, көзім ауыр кетті. Кішкене тынығып алдым, бірақ кішкене мызғып алдым, бірақ все равно. Қазір енді 4 сағаттан кейін шығам. Ханшатырға барамыз. Менің подругам Аружан білесіңдер ғой. Сол Аружан осы универдің жанындағы универде оқиды. Короче, біз Ханшатырға келдік. Арумен кездестік, красотка. Ауа райы болып тұр. Прям күшті болып тұр. Еще бүгін студенттер көп бар. Неғып. Мен өзіме осындай бір топ қарап жүрмін.
Маған ақ түсті топ керек осындай. Немесе бежевый түсті қарайын ба, білмеймін, бірақ та ақталатын шығармын. Либо черный, менде черный топ жоқ. Қайсын алсам болады. А еще Stradivarius'тан мындай бір костюмдар бар екен. Особенно мына түс прям ұнап тұр, осындай түсте костюм алып келіпті. Екі костюм киіп көрейін деп жатырмын. Либо ақты, либо көкті көремін. Негізі Stradivarius'та выбор көп екен. Короче, бірінші образ осындай бір әдемі түстегі костюмды киіп көрдім. Ішіне ақ кофтаны киіп көрдім. Және де осындай күшті шалбарды киіп көрдім. Маған жазға осындай ақ шалбар керек еді. Сол ақ шалбар қарап жүрмін. Фигураға күшті тұр. Мына костюмда әдемі екен. Басқа магазиндарды көреміз. Мына карго күшті екен. Арыға ұнады. 20 теңге. Короче, біз Арумен Нефтему детский зонада жүрміз. Аттракциондардың жанында. Отыратын адам сап. Пока что Нью-Йоркердан бір киім ғана алдым. Қазір енді Зараға баратырмыз. Біз еще айтпай почти бірде киім алғанбыз. Ең құтылады. Я. Бұндай бір ақ шалбар киіп көрдім. Размерім күшті келіп тұр. Күшті тұрған сияқты. Жазға осындай ақ шалбар қарап жүргем. Әрі жабысып тұратын, әрі ақ шалбар болса күшті олатын еді деп. Біз Ару екеуміз тарадық. Ханшатырдан шықтық. Енді қазір мен бір шоурумға баратырмын, Чия деген. Білетін шығарсыздар. Ханшатырдан осындай бір киімдер алдым. Енді қазір Чиядан тағы бірдеңе көргім келіп тұр. Аппақ қарағым-ай, тоқтап қарадым-ай, алға асыққан арман-ай, ғашық жүрек қорған-ай. Бақыт аспандағы айдай аспандағы. Бүгін андай бір индейканы духовкада пісіре салғым келіп тұр. Күшті қылдырып тамақ істеуге, если честно, уақытым жоқ. Уже дайын маринадталған индейка, просто духовкаға салу керек. Қайда лаулы шағың-ай, қалай жүрсің сағынбай. Сонымен тамақ ішіп болдым, тойып алдым. Енді жалпы оразаға арналған рецепттермен мен өзімнің каналымда бөліскен болатынмын. Сол себептен көрмеген болсаңыздар көріп, жасап көрсеңіздер болады, потому что шынымен өте күшті, ерекше рецепттер. Ал мен қазір енді жұмыстарымды істеп тастаймын. Сосын, наверное, бір кино қараймын бүгін, потому что мен күнде кешке кино, бір фильм қарауды әдетке айналдырып жатырмын, потому что кешке демалғым келеді, жұмыс істегім келмейді, там басқа сабақ оқығым келмейді, тек қана демалғым келеді. Мен қазір ғана мына контент-планға кішкене түзетулер енгіздім. То есть өздеріңіз білесіздер, мен SMM маманымын, Instagram аккаунт жүргіземін бір бизнестің, и сол бизнеске осындай бір контент-план жасаған болатын. Одан бөлек тағы да мен мұнда Trello'ға жаңағы біздің графический дизайнерге заданиялар бердім, тізілар.